Медициналық авиация қызметі автокөлікті қол жетімділігі нашар жағдайда, сондай-ақ елді мекендер медициналық көмекке қол жетімділіктен алыс болған кезде шұғыл медициналық көмек көрсетуге, пациенттер мен зардап шеккендерді жылдам тасымалдауға немесе пациентке білікті мамандарды жеткізуге арналған. Бір тәулік ішінде медициналық авиацияның мобильдік бригадалары ел бойынша 15 ұшуды орындайды. Олардың барлығы шұғыл. КСРО-да медициналық авиацияның пайда болу тарихы сонау 1925 жылдан бастау алады. Оның құрылуы Қызыл Крест және Қызыл Жартай қоғамдарының одағымен бастамалды. Алғашқы кеңестік санитариялық ұшақ 1927 жылы салынған. 1929 жылдың мамыр айында мұндай ұшақтар Қазақстан мен Орта Азияға келе бастады. Бұл уақытта Қазақстанда санитариялық авиацияның толыққанды бастамасы қаланды. Соғыстан кейінгі жылдары әскери авиациямен қатар медициналық авиацияның белсенді дамуы басталды. 1991 жылдан кейін Кеңес одағының жекелеген мемлекеттерге бөлінуі, экономикадағы жағымсыз құбылыстар және басқа да факторлар ұзаққа созылған дағдарысқа, оның ішінде Қазақстанның медициналық авиация қызметі үшін даму қарқынын бәсеңдетіп жіберді. Алайда мемлекет Қазақстан Республикасы мүлдем жаңа мәртебеге ие болғаннан кейін тәуелсіз Қазақстанның іргетасын қалау уақыты келді. Жылдар өтіп жатты. Тәуелсіз Қазақстан көптеген салаларда сенімді көшбасшылық позицияны иеленді. Медицина саласы да тез дамыды. Білім беру сапасы артты. Ауруханалар заманауи жабдықтармен жарақтандырылды. Дәрігерлер көптеген ауыр ауруларды жеңе бастады. Алайда ел үшін медициналық авиацияға қажеттілік сақталды. Ол кезде және қазіргі уақытта Қазақстанның шалғай аудандарының тұрғындары әрдайым сол жерде мамандандырылған медициналық көмек ала алмайды. Мұндай жағдайларда медициналық авиацияның денсаулық сақтау жүйесіндегі рөлі ерекше артады. Республика деңгейінде медициналық авиация нысанындағы медициналық көмекті Қазақстан халқына Республикалық шұғыл медициналық көмек ғылыми орталығының құрамында болған Республикалық санитариялық авиацияны үйлестіру орталығы 2011 жылғы 14 сәуірден бастап көрсете бастады. Медициналық авиация тарихындағы келесі кезең 2012 жылғы 28 желтоқсанда жеке денсаулық сақтау ұйымы ретінде Республикалық санитариялық авиация орталығын құру болды. Медициналық авиация өз қызметін 2011 жылы бастады. Алғашқы қалыптасу кезеңдерінде қиындықтар болды. Ол қиындықтарды атап өтуге болады. Ол қиындықтар бірінші авиапарктың жетіспеушілігі, яғни ол кезде 6 ұшақ және 6 тікұшақ қана болды. Сол жылдары, яғни 2011 жылы 325 ұшырылым жасалып, 385 науқасқа көмек көрсетілді, яғни аудан орталығынан облыс орталығына немесе республикалық деңгейге жеткізілді. Бүгінгі таңда жағдай жақсарған, өйткені әрбір облыс орталығында тікұшағымыз немесе ұшағымыз бар. Олар тәулік бойына көмектесуге дайын. Көп жағдайларда науқастарды облыс орталығынан республикалық деңгейдегі, яғни Нұр-Сұлтан немесе Алматы қалаларына жеткіземіз. Соған қарамастан бүгінгі таңда медициналық авиация қызметіне халықтың жүгінуі артып келе жатыр. 2019 жылғы 24 қаңтарда орталық ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы болып өзгертілді. 2020 жылы халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының кодексінде бекітілген санитариялық авиация термині медициналық авиация деген терминге ауыстырылды. Диспетчерлік қызметке Тараз қаласынан Нұр-Сұлтан қаласына 9 айлық нәрестені тасымалдау үшін жедел өтілім келіп түсті. Жедел өтілімнің барлық медициналық құжаттарын тексеріп болғаннан кейін өтілімді рәсімдеуге кірістік. 22 марта 2021 года я приступил к работе. С диспетчерской части получаю выписку о транспортировке ребенка с врожденным пороком сердца. Прибыв в город Тараз, в клинику, мы сделали осмотр ребенка, подготовили ребенка к транспортировке и по пути следования проводили мониторинг за состоянием. Во время полета ребенок транспортировку перенес хорошо. По прибытию в стационар его госпитализировали.
Ребенка прооперировали, операция прошла успешно, и своим ходом ребенок был выписан из стационара. Шу кезіндегі менің міндетім медициналық жабдықтарды тексеру, дәрілік заттарды және медициналық бұйымдарды қадағалап алу. Стационарға келген кезде мен дәрігермен бірге науқастың жағдайын қадағалап, тұрақтандырып, бірге алып шығамыз. Біздің әрбір шуымыз өте күрделі жағдай болғаннан кейін бізге қобалжуға болмайды, сабырлы болуымыз керек. Наша авиакомпания занимается перевозкой тяжелобольных в сопровождении бригады медицинской авиации. К сожалению, всегда погодные условия позволяют своевременно и вовремя вылететь, поэтому для анализа и оценки метеоусловий аэродромов вылета и посадки приходится тщательно анализировать метеорологическую информацию. Ответственность полностью лежит на командире воздушного судна. Мы работаем в тесном взаимодействии с бригадами медицинской авиации. Мы уверены, что бригады НКЦМ всегда окажут оперативную, экстренную медицинскую помощь. Құрылған сәтінен баста бүгінгі күнге дейін медициналық авиация бұл біздің еліміздің әрбір азаматына, ол қай жерде болмасын, шұғыл медициналық көмек көрсетуге кепілдік берілетін елдегі жалғыз шұғыл әуе медициналық қызметі. Также на сегодняшний день идет строительство многопрофильной больницы. Это будет клинической базой нашего центра. Туда будут доставляться пациенты со всей республики, пациенты, находящиеся в критическом состоянии, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, разноплановые профиля, в том числе беременные женщины, женщины после родов в тяжелом состоянии. Все будут травматологические операции проводиться в данной клинике. И пострадавшие после ДТП или каких-то несчастных случаев, это будет клиника предоставлена именно для таких пациентов. Также у нас есть ряд мер запланирован на модернизацию службы санитарной медицинской авиации. Коллектив наш сложился на протяжении этих 10 лет. Основной костяк коллектива пришел со службы скорой медицинской помощи, и они продолжают работать. И люди считают призвание оказывать скорую помощь, потому что это такая уникальная вещь, как спасение во время транспортировки на воздушном судне. Никого рядом, получается, нету, вы один на один с пациентом, и поэтому люди, я хочу даже сказать, что это патриоты своего дела, патриоты именно врачебного дела, патриоты фельдшерского дела, которые на сегодняшний день доказали уже и не раз свою состоятельность и свою способность в оказании медицинской помощи населению нашей страны.